Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздерге егерде күнделік кезетпен жұмыс істейтін ұстаз болсаңыз, мұғалім болсаңыз, күнделік кезетті күнделікті толтырып жүрсіз, бірақ та сонда да соңында жаңағы күнделікті журналды толтыру немесе үй тапсырмасын толтыру деген графалар сізде 100% шықпайды. Оны 100% шығару ол өте маңызды. Сол үшін қазір сіздерге қалай 100% шығару керек екенін көрсетейін деп тұрмын. Мысалға, ең бастапқы бетті ашқанда, осы күнделік кезетке кіргенде, мысалға образование деп тұрады. Осы жерге кіргенде сіздерде бастапқы бетте мынандай сообщениялар келіп тұрады. Мысалы, уроки без тем или там актуальные домашние задания на ближайшие уроки, бағалар қойылмады деген сияқты, мына жердің барлығы үй тапсырмасы берілмеді деген сияқты осылай шығып тұрады. Сол кезде не істеу керек? Сол кезде осы жерге шығып тұрған жерден жаңа сыныптарды таңдап өзіңіз толтыра берсеңіз болады. Немесе бұрын бұндай сообщениялар келіп тұрмайтын. Сол кезде мен мына жақтан толтыратынмын. Мысалға 3 шет тілі деп тұрма. Міндетті түрде ең алдымен жаңағы сіздер КТП календарный планирование толтырасыздар ғой. Сол кезде календарный планирование толтырғанда КТП-ны толтырып жариялайсыздар ғой. Міндетті түрде 90-ның басынан түгел 90-ның аяғына дейін бүкіл үй тапсырмаларын барлығын осылай беріп шығыңыз. Әйтпесе үй тапсырмасы 100% шықпайды, 100% берілді деп шықпайды. Түгел үй тапсырмасын беріп, үй тапсырмасын жазасыз, Enter'ді басасыз, келесі үй тапсырмасына кетеді. Үй тапсырмасын жазасыз, Enter'ді басасыз, келесі үй тапсырмасына кетеді. Сосын үй тапсырмасын өстіп беріп алғаннан кейін күнделікті жаңағы жерге, мына жерді басасыз, страница урокаға кіріп, үй тапсырмасына жерде қызыл болып шығады күнделікті. Мына жаққа ең бірінші формативкаларыңызды қойып алыңыздар, екінші галочканы қойыңыздар. Міндетті түрде өздеріңізді солай үйретсеңіздер керемет болады. Сосын үшінші міндетті түрде мына карандаштың үстін басамыз, үй тапсырмасына барып қызыл болып тұрған. Сосын мына екі галочканы қойсаңыздар да болады, қоймасаңыздар да болады. Бұл себебі требуется проверка деп тұр. Егер үй тапсырмасын қайтадан тексеру қажет болса, осыны басасыздар. Егерде міндетті түрде бала оқушы сізге бір үй тапсырмасының нәтижесімен бір файл, мысалға презентация, слайд, немесе білмеймін бір документ, немесе Excel түрінде бір документ салу керек болса, онда тоже птичка қоясыздар. Егер оның барлығы қажет емес болса, онда птичканы алып тастасаңыздар болады. Міне жаңағы біздің жазған үй тапсырмамыз. Енді сохранить дегенді басамыз. Сосын сіздерге мынандай бет ашылады. Осы жерде негізі қызыл болып шығу керек. Бүгін мен енді уже выполнено деп басып қойдым. Мына жерде плюсик батырмасын бассаңыздар, выдано деп қызыл тұрған нәрсе сразу выполнено деп жасыл жанады. Сол кезде осылай күнделікті істеп отырсаңыз, сосын жабасыз, келесі сыныбыңызға өтесіз уже. Мына жақта келесі бастапқы беттен келесі сыныбыңызға өтесіз уже. Тура дәл солай істейміз. Формативканы қойып аламыз, урок проведен птичкасын, сабақ өтілді деген птичканы басамыз, карандашты басамыз, үй тапсырмасына кіреміз, мына птичкаларды алып тастаймыз, керегіміз болса, сохранить дегенді басамыз, и плюс батырмасын басамыз да. Все, мына жақта X-ті басып жаба саламыз, и все. 5 сабағыңызды осылай тез-тез толтырасыздар, шығып кетесіз. Соңден сізде күнделікті 100% жаңағы ведение журналды толтыру, сосын үй тапсырмасын жазу, барлығы сіздерде күнделікті 100% шығып тұрады. Бірақ енді ол үшін барлық сыныпқа сіз КТП-ңізді КТЖ деп тұрады, енді қазақша. Сол жерден барлық сыныпқа алдымен жариялап алуларыңыз қажет. Сосын барып жаңағы үй тапсырмаларыңызды жазасыздар. Жариялағанда да, мысалға, бір сыныпқа жарияласаңыздар, факт деп тұрады, фактическая дата деп тұрады. Сол датасы барлығы сәйкес келу керек сіздерде. Мысалға, планированный дата, яғни сіздің жаңағы жоспарлап отырған датаңыз және фактический датаңыз. Екеуі сәйкес келу керек. Енді бізде мен жаңағына жарияладым, мен дұрыс болмай қалды, сол үшін қайтадан жариялауым керек мынаны. Егер осындай дұрыс болмай шықса, снять с публикации деп қайтадан дұрыстап мынаның даталарын өзгертіп, осылай қайтадан публикация жасайсыз. Сосын мынандай нелерді КТП-ларды публикация жасағанда үй тапсырмасымен бірге публикация жасамаңыздар, өйткені ана жаққа барлығы қып-қызыл болып түседі.
оны сосын каждыйын алып жаңағы выполнено жасап отырасыз. Сол үшін жариялаганда без домашнего задания деп мына нені КТП-ны жариялау керек. Сонда сіздердікі ана жақта 100% шығады. Яғни жаңағы неге журналға үй тапсырмасын тек қана календарное планирование деген жерден, мынандай жерден ғана жазамыз. Сол кезде 100 шығады сіздерде. Осы жерден ғана жазып шығасыздар. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егерде тағы да пайдалы видеолар көп болсын десеңіздер, міндетті түрде лайк басып, тіркеліп, өздеріңіздің басқа да жаңағы әріптестеріңізбен бөлісіп кетсеңіздер болады. Барлығына пайдалы болсын. Барлықтарыңызға рахмет, көргендеріңізге көп рахмет.